Я достар, видео шықпағанына біраз күннен асып кетті. Оның да өз себептері бар. Бір-екі жұмыстармен бір жаққа кетіп қалған едім. Каналыма қарауыма да қол босамай кетті. Осы жұмыстар бітіп қайтып келіп каналымды қарасам 39 подписчик болыпты. Сіздерге көп рахмет. Және де сіздердің пікірлеріңіз маған қатты ұнап отыр. Ол мені келесі видео шығаруға ынталандырады. Және де осы видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар деймін. Репост жасап, лайк басыңыздар, ол да мені келесі видео шығаруға ынталандырады. Бүгіннен бастап каналыма қайта қараймын деп шештім. Енді осыдан бастап видео күніге шығатын болады. Тек сіздер мені қолдасаңыздар деймін. Ал енді сөзді көбейтпей видеомызды бастаймыз. жазғы демалыстан соң біз топ болып мектеп алдында жақсылап қыдырып алу үшін жиналатынбыз. Өз арада қайда болдық, не істегендерімізді айтып отыратынбыз. Бұл жолы да сондай болды. Кенеттен жетекшіміз жылай бастады. Біз одан не болғанын сұрадық. Сонда ол бізге айтып берді. Маусым айында оның ең жақын құрбысы жол апатына ұшыраған. Жүргізуші мас күйінде болған дейді. Аружан жерлеу рәсімінде болған. Табыттың аузын шегемен қағатын сәтте қайтыс болған қыздың анасы шыдамай жүгіріп барып қақпағын итеріп жіберіп, қызының ұялы телефонын қалдырады. «Звонда, қызым, звонда» деп жер қойнауына тапсырады. Жерлеу рәсімі біткеннен соң біраз күн өтіп, Аружанның үйінде қоңырау шалынады. Ұйқыдан көзін әрең ашып телефонды қараса, қайтыс болған құрбысының суреті мен нөмірін көреді. Ұйқысыз шайдай ашылып кетеді. Жауап беру ойына келген жоқ. Ал сағат түнгі 3 болатын. Сол түннен бастап Аружан көп жылайтын болды. Ашулы, түнде ұйықтамайтын болып кетті. Ал телефон сол күйі тыныш қалды. Бір аптадан соң бұның бәрі сандырақ секілді көрінді. Бұның бәрі жай елестеген шығар деп ойлады. Бірақ тағы да түнде оны телефон қоңырауы оятты. Тағы да сол нөмір. Тағы да қорқыныш. Аружан қайтыс болған құрбысының анасына барып болған жағдайды бәрін айтып береді. Неге екені түсініксіз, қуанып Аружанның телефонды бір күнге қалдыруын сұрайды. Аружан солай жасайды. Келесі күні әйелді доғдырлар жүрек ұстамасын алып кетіп баратты. Әйел ештеңе де айтпады. Тек бір түрлі күліп баратты. Аружан телефондағы журналды ашып көргенінен қорқып кетті. Тағы да түнгі 3-тер шамасында сол нөмірден 3 минуттық әңгіме болған. Аружан нөмірін өзгертуге бел буады. Телефон центріне барып, қолданылмаған нөмір қанша уақыттан соң құлыптанып қайта сатылады деп сұрайды. Оған кем дегенде 1 жылдан соң компания саясаты деп жауап береді. Сонда байғұс қыз телефонына шалынған қоңыраулар тізімін тексертеді. Шынымен жерге көмілген телефоннан 3 рет қоңырау соғылған болып шығады.